Так, міне LG'miz. Простой мотормен LG. Орнына Атлант қойдық. Мотор кетіп қалған. Моторын кетіруіне мына қосымша пеш қосады екен да, провод несіне, розеткісіне. Сол кезде ана холодильник суырып тастайды екен да, пеш қосады. Сосын резк суырып тастап, қайтадан холодильникті қосады. Сөйтіп, короче, тоқты біресе қосып, ана розеткісін қайтадан қосып, суырып, қайтадан қосып, сөйтіп. В общем, өздері айту бойынша солай істедік дейді. Енді ол жалпы біздердің неміз бойынша, диагнозымыз бойынша, жалпы сондай нәрсе, мына моторға тоқ келеді, қайта айырылады, келеді, қайта айырылады, содан кетуі мүмкін жалпы да. Сол үшін розеткісін холодильник бір қосылды ма, оны суырып қайтадан айырып тастап, суырып қайтадан айырып тастап, олай істемеген жақсы да, абзалда негізі. Мынау LG ғой. Серіктің LG ғой, Серік. Міне бір клиентіміздің үйіне келдік. Samsung холодильник. Астына мұз қатып қалған. Samsungтар сплетіндер, Samsung сайтындар білетін шығар. Мұз қатып қалады астына, ол да бір ауру. Соны істеп бердік. Қазір нормально. Мынандай Samsung. Бежевый цвет, әдемі. Қазір бұйырса қосамыз. Так, значит, кету. Мынандай қатты тақаудың қажеті жоқ. Светтер жанды бар, нормально. Телефонда мегат етіп тұрады екен. Олай мегат етпейді. На вентилятор істеді. Так что займен келеді қазір жайлы. Температура 5 пен 17 ватт, 19 қойсаңыз да болады. Так, клиентіміздің мынандай LG-на келіп жатырық. Что-то вентилятор істемей тұр. Компрессор қосылып тұр. Сосын F деген мына жерден F деген ошибка шығады. Так, егер де сіздің холодильнигіңізде мынандай артында решетка мынандай жабатын темірі тұрған болса, онда алып тастауыңыз керек. Неге десең, мынандай болып бітеледі. Міне. Мына жер бітеледі. Сосын барып, мынандай болады. Мынау деген радиатор, вентилятор салқындатып тұру керек. Егер ауа жүрмесе мынадан ортасынан, ол қайдан салқындатады? Ақылы жете алмайды. Сол себепті бұны тазалап тұру керек. Мынаны шешесіз, темірін шешіп алып тастайсыз. Кімнің үйінде мынандай бар, артын қараңыз. 5 шуруппен тұрады, 4 шуруп, 5 шуруп. Сосын мынаны тазалайсыңыз. Қайтадан орнына қою керек. Моторлар әлсіз болады. Осыдан кетіп қалады көбінесе. Так. В общем, мынандай болып көрініс осындай болып қалады ғой. Міне артында алдында бір мынаны дейтін алып тастау керек та негізінде. Осындай болып міне бітеледі. Содан кейін ажақ радиатор ысиды. Радиаторда негізі осындай көріністе болып тұрады негізі. Ысиды, сосын мотор күйіп кетеді. Содан мотор кетіп жатады жалпы міне. Осыған қарау керек. Мына шуруптарын шешіп, полный алып тастайсыңыз. Холодильник кімде осындай бар, арттан қараңыз жалпы. Бұның бұзылған жалпы бізге жақсы ғой енді, бірақ біздер енді дұрыс ақыл кеңес беруіміз керек та міндетіміз. Бірақ бұлай да заказдар көп қой, алхамдулилля, бірақ дегенмен ескертіп жатқанмын, міне көрдіңіз ба? Қандай болып жатыр. Мынау деген қате негізі. Мотор күйіп кетеді осыдан. Маған осындай дауыс шықты дейді, тарсылдаған. Қараңыз. Жерде май шыққан ба, жағдай өте нашар онан. Қазір көреміз.
Bularda осылай испаритель болады, бұл жерде вентилятор болады. Вентилятор үреді мына жақтан. Соның салқыны төмен түседі бәрі. Так, бұдайлардың шаңып күтті, мынаны қараңыз. Мына бітеліп атады, мынандай. Осындай мусор. Тазалап тұрасыз. Тазалап тұру керек.